2007 жылдың 11 қаңтары. Австралия, Тасмания аралы. Жағалауда бір адам тұр. Оның есімі Эндрю Макколи. Ол 38 жаста. Оның артында сүйікті әйелі мен 3 жасар ұлы. Ал алдында 1600 шақырымдық ашық мұхит. Бұл Тасман теңізі. Әлемдегі ең қатал, ең болжап болмайтын және ең суық сулардың бірі. Бұған дейін ешқашан бұл теңізді байдаркамен жалғыз өзі көмексіз басып өтпеген. Эндрюдің мақсаты Жаңа Зеландияға жету. Оның қайығы Мираж. Небәрі 6 метрлік пластик. Ол кішкентай, нәзік және мұхиттың алдында дәрменсіз көрінеді. Бірақ Эндрюдің ерік-жігері кез келген толқыннан биік еді. Ол жағадан алыстай берді. Әйелі мен ұлы кішкентай нүктеге айналғанша қол бұлғап тұрды. Эндрюдің оларды соңғы рет көріп тұрғанын ол кезде ешкім білген жоқ еді. Саяхат басталды. Бағыт Тасмания, Жаңа Зеландия. Қашықтық 1600 шақырым, ашық мұхит. Болжамды уақыт 30 күн. Бірнеше күннен кейін Эндрю нағыз тозаққа тап болды. Мұхит оны құшақ жайып қарсы алған жоқ. Алып толқындар биіктігі 10-15 метр. Бұл 3 қабатты үйдің биіктігімен бірдей. Желдің жылдамдығы сағатына 100 шақырымға жетті. Эндрю өзі жасаған Каспер атты капсуланың ішіне кіріп, қақпақты ішінен жауып алды. Ол судың астында. Қайық аударылып барады. Ол тыныс ала алмайды. Тек қараңғылық. Тек мұхиттың ақырын айқайы және оның дүрсілдеген жүрегінің дауысы. Бірнеше минут үрей мен үміт арасында өтті. Қайық қайтадан оңалды. Эндрю қақпақты ашты. Бірақ бұл тек бастамасы еді. Алда әлі оны мыңдаған шақырым және таусылмайтын жалғыздық күтіп тұрған еді. Бұл оқиғаның қалай бітетінін Эндрюдің өзі де және оның отбасы да білмеген еді. Мен бүгінгі шығарылымға 21 ғасырдағы ең жұмбақ жоғалулардың бірін алдым. Ол Эндрю Макколидің жоғалуы. Күндер өтті. 1 апта, 2 апта, 3 апта. Эндрю Макколи мұхиттың қақ ортасында қалды. Айналасында мыңдаған шақырым шексіз көк су. Астында 3 шақырымдық тас қараңғы тереңдік. Ал үстінде тек үнсіз жұлдыздар. Бұл жай ғана саяхат емес еді. Бұл адам төзгісіз физикалық және психикалық азап. Елестетіп көрші. Сенің қайығының ені небәрі 60 сантиметр. Бұл сенің бүкіл әлемің. Аяғыңды соза алмайсың, орныңнан түргеле алмайсың. Сен 24 сағат бойы апталап отыруға мәжбүрсің. Күн сайын, түн сайын. Ал тізелерің ісіп кеткен. Арқаң темірдей қатып қалған. Эндрюдің денесі көз алдында өзгеріске ұшырай бастады. Оның терісі тұзды судан қабыршықтанып ірей бастады. Тұз оның терісін тірідей жеп жатты. Әрбір толқын, әрбір шашыраған су ашық жараға тұз сепкендей аштады. Киімі денесіне жабысып қалған. Оны шешу мүмкін емес. Әрбір қозғалыс денеңді пышақпен тілгендей ауыр еді. Оның қолдары ісіп күлдіреп кеткен. Саусақтары есуішті ұстаудан бас тартты. Бірақ ол есуді тоқтатпады. Себебі тоқтау өліммен тең. Оның жалғыз серігі кішкентай видеокамера. Ол камераны қосады. Біз оның жүзін көреміз. Бұл 1 ай бұрынғы Эндрю емес. Көздері шүңірейген, қарауытқан, дауысы әлсіз дірілдеп шығады. Ол камераға сыбырлап былай дейді:
Мен бүгін тағы да тірі қалдым. Бірақ менің денем өліп бара жатқандай. Тұз мені жеп жатыр. Мен Вики мен Финлиді қатты сағындым. Олардың дауысын естісем ғой. Осы сәтте Эндрю галлюцинация көре бастады. Ұйқысыздық пен жалғыздық оның санасын улады. Оған мұхиттың бетінде біреулер жүріп бара жатқандай көрінді. Оған толқындардың шуылы емес, адамдардың күлкісі естіле бастады. Біреу қайықтың түбін саусағымен қағып жатқандай сезілді. Мұхит онымен сөйлесе бастады. Бұл оның есінен адасудың басы еді. Бірақ ол штурвалды жібермеді. Түн батқанда ол өзінің Каспер капсуласына тығылады. Бұл тірі адамның табыты секілді еді. Тар, суық, дымқыл, сыртында Тасман теңізінің ашулы толқындары. Олар қайықты ойыншықша лақтырады. Эндрю капсуланың ішінде басымен төмен салбырап тұрады. Ол судың астында, ол қараңғылықта. Ол тек өз тынысын ғана естиді. Және дұға етеді. Тек осы түннен аман шықсам екен, деп тілейді. Бір түні нағыз ақыр заман орнады. Шторм, жердің гуілі құлақ тұндырады. Алып толқын қайықты аударып тастады. Эндрю су астында қалып қойды. 1 минут, 2 минут, қайық оңалмай жатыр. Капсуланың ішіне су кіре бастады. Ол тұншығып бара жатты. Ол өлімінің суық қолын сезінді. Бұл соңы ма? Оның бүкіл өмірі көз алдынан өтті. Баласының күлкісі, әйелінің жүзі. Кенеттен қайық бір сілкініп, қайта оңалды. Today, I capsized in 30 knots of wind, huge swells, lost a bit of gear. Эндрю қақпақты жұлып ашып, мұздай ауаны өкпесіне толтыра жұтты. Ол тағы да ажалды жеңді. Бірақ оның көзінде бұрын болмаған үрей пайда болды. Ол түсінді. Мұхит оны жібергісі келмейді. Мұхит оны өз жанына алып қалғысы келеді. 30-шы күн жақындады. Ол алыстан Жаңа Зеландияның жағалауын көрді. Таулардың көкшіл сұлбасы көрінді. Ол жылады. Ол бақыттан айқайлады. Ол жеңіске жеткеніне сенімді болды. Небәрі 80 шақырым қалған еді. Оның есеуішінің әрбір соққысы оны үйіне жақындатып жатты. Бірақ дәл осы соңғы мильдер тарихтағы ең жұмбақ трагедияға айналатынын әлі ешкім білмеген еді. 9 ақпан кешкі уақыт. Жаңа Зеландияның жағалауындағы диспетчерлік станция. Сыртта тыныштық. Бірақ кенеттен радиобайланыстың шуылы бөлменің ішін жаңғыртты. Әлсіз, үзік, бірақ адам жанын түршіктіретін дауыс. Майдей, бұл Эндрю Макколи. Маған көмек керек. Менің қайығым суға батып барады. Мен судың ішіндемін. Диспетчерлер селк ете қалды. Бұл 30 күн бойы хабарсыз кеткен бүкіл әлем іздеп жатқан Эндрю еді. Бірақ оның дауысы... Ол айқайлап жатқан жоқ. Ол үрейленіп тұрған жоқ. Оның дауысы тым суық, тым сабырлы, тіпті өлі адамның даусында естілді. Ол өзінің соңғы сөйлемдерін ажалдың көзіне қарап тұрып айтқандай болды. Байланыс үзілді. Тек эфирдегі статикалық шуыл. Жаңа Зеландияның құтқару қызметі дабыл көтерді. Тікұшақтар көкке көтерілді. Кемелер мұхитқа қарай ағылды. Барлығының көкейінде бір ғана сұрақ. Небәрі 80 шақырым қалғанда не болды? Ол жағаны көріп тұрды ғой.
Ол жеңіске жететініне сенімді еді ғой. Келесі күні таңертең тікұшақ ұшқышы мұхит бетінен кішкентай сары нүктені байқады. Бұл Эндрюдің қайығы. Ол аударылмаған, ол суға батпаған, ол жай ғана толқындардың бетінде тербеліп тұрды. Құтқарушылар төмен түскенде көрген көріністерінен естері шықты. Қайық бүтін, есуіш орнында Эндрюдің жеке заттары, тамағы, тіпті су өткізбейтін киімі де қайықтың ішінде. Бір ғана нәрсе жетіспейді. Эндрюдің өзі. Ең қорқынышты деталь оның Каспер деп аталатын қақпағы ашық тұр. Бұл ешқандай логикаға сыймайтын нәрсе еді. Шторм кезінде алып толқындардың арасында тәжірибелі саяхатшы ешқашан қақпақты ашпау керек еді. Бұл өз-өзіңе өлім үкімін кесумен тең еді. Ол неге ашты? Мүмкін ол шаршағаннан есі ауысты ма? Мүмкін түнде оған ауа жетпеді ме? Мүмкін судың астынан бір нәрсені көрді ме? Бір сәтке елестетіп көрші. Түн, қараңғылық. Сен тар капсуланың ішіндесің. Кенеттен сенің жүйкең сыр береді. Саған сыртқа шықсаң, бәрі бітетіндей көрінеді. Сен қақпақты ашасың. Мұздай су капсуланың ішінен лап береді. Және дәл сол сәтте үлкен толқын сені қайықтан жұлып әкетеді. Құтқарушылар мұхитты шарлады. Олар оның бір жейдесін тапты, бірақ денені емес. Мұхит өз құпиясын бергісі келмеді. Тасман теңізінің суы +12 градус. Адам мұндай суда небәрі 2-3 сағат қана өмір сүре алады. Ал Эндрюдің дабылынан бері 10 сағаттан астам уақыт өткен еді. Олар қайықтың ішінен видеокамераны тапты. Ол камерада Эндрюдің соңғы күндері жазылған. Соңғы кадрлардың бірінде ол камераға ұзақ қарайды. Оның көзінде шексіз шаршау. Ол үндемейді. Тек мұхиттың дыбысы және оның ауыр тынысы. Ол өзінің соңы жақындаған сезіп тұрғандай еді. Жағалауда оны Вики мен кішкентай Финли күтіп тұрған еді. Олардың қолында «Қош келдің, Эндрю» деген плакат. Олар көкжиекке қарап оның қайығын іздеді, бірақ оның орнында жағаға тек суық хабар жетті. Эндрю Макколи мұхиттың бір бөлігіне айналып кетті. Ол жеңіске жетті ме, әлде жеңілді ме? Ол мақсатына жетті ме, әлде ажалына ма? Бұл сұрақтардың жауабын тек Тасман теңізі ғана біледі. Эндрюдің денесі ешқашан табылмады. Мұхит оны өзінің тереңіне, мәңгілік тыныштыққа алып кетті. Ол Тасман теңізінің бір бөлігіне айналды. Бірнеше күннен кейін құтқарушылар оның қайығын жағаға сүйреп әкелді. Ол жерде Эндрюдің әйелі Вики тұрды. Ол күйеуін тірі көремін деп сенген еді. Бірақ оның алдында тек бос, суық пластик қайық қана жатты. Және Эндрюдің соңғы қолтаңбасы қалған кішкентай видеокамера. Вики сол камераны алып, үйде жалғыз отырып қосты. Ол жердегі кадрлар кез келген адамның жүрегін тілім-тілім етеді. Эндрю камераға қарап өз-өзімен сөйлеседі. Ол жылайды, ол күледі, ол галлюцинациядан шошып оянады. Бір кадрда ол былай дейді: Мен бүгін өлетін шығармын деп ойладым. Бірақ мен сендер үшін, Финли үшін шыдауым керек. Мен үйге ораламын, уәде беремін. Бірақ ол уәдесінде тұра алмады. Жеңіске небәрі 80 шақырым қалғанда, үйінің шамдары көрініп тұрғанда, мұхит оған «Тоқта» деді. Бұл өте қатал жаза еді. 30 күн бойы тозақтан өткен адамды дәл мәре сызығында жұтып қою тағдырдың ең ащы мазағы сияқты көрінді. Осымен бүгінгі шығарылым өз мәресіне жетті. Ал сенің ойынша қалай ойлайсың? Эндрю ақымақ па, әлде аңыз адам ба? Өз ойыңды комментарийге жаз. Егер саған осындай жұмбақ, әрі мұңды және ойландыратын оқиғалар ұнаса, каналға тіркел. Сау, саламат.